Ерте тұрғанның үш ісі ырысты. Райан Холидей. Аударма. Күнделікті атқарылмақ ірілі ұсақты шаруаларымыз шаш-етектен. Оқушы, бала, әке, қызметкер ретіндегі міндеттерімізді санап болмайсыз. Бұған жалғас медитация, шүкір айту, денсаулықты ойлау сынды үстеме қам-қарекет те жетіп артылады. Расында, осының бәрі сау адамды діңкелетіп, ойын оңға, ақылын алтыға біледі. Әуелде мінсіз тоқылған жоспар шылбыры ыдырап, көңілі құлазиды. Дей тұрғанмен шиыр көп шиыртпақты жоспарымызды тәртіпке келтірудің қарапайым әдістері бар. Кім-дегім ерте тұрып, күнін 3 позитивті әрекетпен бастаса, ырысы артып, өрісі кеңейеді. Денсаулығы нығайып, ақылы толсады. Әрине, барлық кілтипан осы үштікте деу қате. Бірақ өмірімізге жұмысымызға нәр қосатыны даусыз. Бірінші, кітап оқыңыз. Қалың ұйқыдан тақа оянып, бетіңізге су тигізген соң, жалма-жан кітапқа ұмтылыңыз. Уақыттан ұтылып жатсаңыз да, бірнеше парағын аударыстап, мұқият көз салыңыз. Мәселе көп оқығанда емес, машықтан жаңылмауда. Ғасырдан ғасырға өтіп, бүгінге жеткен даналықтың бәрі кітапта. Эмерсон әрбір кітап өзге кітапқа, жеке бастың немесе қауымның жылнамасына, адамзат тарихындағы мызғымас тұлғалардың түйінді ойларына сілтеп отырады деген. Қамшының сабындай ғана ғұмырыңызды кітаптағы қазынадан хабарсыз өтуіңіз өкінішті емес пе? Жаңа жерге қоныс аудару, машақатты ғұмыр кешу, арпалысып жүріп өрісті бизнес негіздеу, таныс біліс көбейтіп, әріптес табу бүгінгі заманға ғана хас дүниелер емес. Талай мықтыға бұйырған дәм тұз, талай арыстанның басып өткен соқпағы деп біліңіз. Бәрі, я таңбаға түскен, я ауыздан ауызға жетіп, кейінгі дәуірде кітапқа тоғысқан. Демек, сәл-пәл талап қылсаңыз, ұшы-қиыры жоқ осынау дариядан қана ішіп, іші сыртыңызды бүтіндейсіз, арман мұратыңызды айқындайсыз. Кәдеге асатын кітаптар қисапсыз, ғұмырбаяндар, философия, классика, өзін-өзі дамыту кітаптары, соғысты сипаттайтын еңбектер, фантастика, тіпті маркетинг және бизнес тақырыбындағы шығармалар. Бәрі дерлік танымыңызды кеңейтеді. Түйткілді түйіндерді тезінен ағытып, күрмеуі қатты сұрақтарға орнықты жауап табуға септеседі. Уақыт безбенінен өткен құнды дәркер кітаптардан қанаттанып, жаңа белестерге, соны асуларға ұмтыласыз. Кітап оқу әдеті адам бойындағы мейірбандық, бауырмалдық сияқты сезімдерді күшейтіп, басқа да игі қасиеттерді дарулайтынын соқталы зерттеулер анықтаған. Демек, кітапқа шұқшиятын адамның көптігі қоғамды сауықтандырады, сыйластықты арттырады. Екінші, жаттығу жасаңыз. Медитация көп жұрттың көңіл қауымынан табылып, күнделікті рәсіміне, бұлжымас әдетіне айналып келеді. Ал шындығында дене жаттығулары дұрыс орындалған жағдайда рухымызды да күшейтетін дәрумен қасиеттерге ие. Жаттығудың өзіңізге қажетті, қолайлы түрін таңдап алыңыз да күн құрғатпай жасаңыз. Мүмкін жүгіруді, әлде жүзуді, немесе кроссфит пен йоганы, тіпті ауыр заттарды жерден жұлқып алуды ұнататын шығарсыз. Ең бастысы бастау. Әйтеуір біреуінің құлағынан ұстап жалғастыра білу. Желімдей жабысып айырылмауға бекіну. Күн сайын жүрегіңізге әдейілеп салмақ салып, бұлшық еттеріңізді ойнатып тұрыңыз. Мұндай жаттығулар кемінде 1 сағат жалғасуы керек. Әуелде өзіңіз еркін еңсеретін межеден бастаңызда, оны қалыпты әдетке айналдырыңыз. Тайқып кетуші болмаңыз. Әрине, белгілі бір мақсат қойып, сол бағытта ілдебайлап жылжығаныңыз дұрыс. Неге дейсіз ғой? Себебі үйдегі, жұмыстағы, жалпы экономикадағы келеңсіз жайттар көңіліңізге қаяу түсіріп, салыңызды суға кетіретін орайсыз күні жігеріңізді жанып, еңсеңізді тіктейтін бірден бір шаруа осы болмақ. Ойға алған шақырымды тезінен өтіп,
Әдеттегіден көбірек жүзіп, сілтемірдің ауырын көтеріп, әбден шаршағаныңызда қабырғаңызды қайыстырған дүниелер көзден бұл ұшады. Із-түссіз жоғалады. Смартфоныңызға тоқтаусыз үңілу, кеңірдекке тағылған тапсырмаларды орындау сынды ауруға шалдықтыратын орынсыз әдеттен құлан таза арылып, өмірге жаңаша қарауды үйренесіз. Жаттығудың пайдасы мен бағасын бұрын бағамдап, ел жұртқа тоқтаусыз ұлықтап жүрген қауым оқымыстылар. Ғалымдар. Аты шулы Ричард Брэнсон да бизнесмендерге қайта-қайта айтатын бір сөзі бар. Ол жаттығу. Үшінші, жаяу жүріп қыдырыңыз. Жаяу жүруде жаттығудың бір түрі. Оған дау жоқ. Бірақ жаттығудағы мақсат дене шынықтырып, физикалық жағдайымызды жақсарту болса, жаяу жүрудегі мұрат миды тынықтыру. Бұл жұмыс үстеліңізден аулақтап, табиғатқа шығу үшін керек. Тым болмағанда сыртқа шығу үшін. Кей күндері 10 минут қыдырасыз, кейде 1 сағат. Әр түрлі уақытта, әр түрлі жағдайда жүргізілген зерттеулер жаяу жүру ойлануға септесетінін анықтаған. Жеке басым қыдырып жүріп музыка тыңдауды ұнатамын. Үйдің төңірегінде, кеңсенің жанында немесе мүлдем басқа жерде жаяу жүруді әдет қылыңыз. Табиғатты тамашалаңыз. Жұмыстан аулақтап шыққаныңызды медет қылыңыз. Бір мезгіл өзіңізбен өзіңіз қалыңыз. Анығы, бұл үшеуін жүзеге асыру үшін қашанда уақыт табылады. Әр қайсысы өзінше маңызды. Бірақ өміріңіздің басқа қырларына пайдасы да айрықша. Бұлар сізді сергітеді, дәрмен қуатыңызды арттырады. Атап, қадап айтайын, бұлардың орындалуы оңай, сізді ұтысқа шығаратыны анық.